Құсты ет бағатында бағып атқан кісілер, ол кісілер біледі. Операционный машина міндетті түрде керек екен. Өткенде жиі сояды, жиі сойғаннан кейін операционный машина керек. Және де операционный машина, жай ғана операционный машинаны жалғыз өзі керек емес. Оған қосымша, оның қасында көмекшілері шпарчан керек болатын болады, және де конус деген құрылғы керек болатын болады. Өйткені бұлар конус деген құрылғыға басын салып сойғанға ыңғайлы бұл конус. Көбісі білмейді бұл құрылғыларды. Ал екіншісі шпарчанды суға салады, құсты суға салады. Бір температурада ұстап тұрады, жүнін жібітіп дайын тұрады. Шпарчандағы суыңыз салқындап кетпейді. Бір температурада ұстап тұрады, жүні тез түсетін болады. Одан кейін барып операционный машина саласыздар. Вот осы құрылғылар бірі білсе, бірі білмейді. Осындай құрылғылар бар сатылымда. Операционный машина қазға, бөденеге, үйрекке, тауыққа, индюкке осындайға арналған. Және де конустар қасында қосымша құрылғылары. Конус пен шпарчандар бар сатылымда. Рассрочка ред 12 ай 24 ай бар. Бұларды документтермен керек болса, документтермен барлығын жасап бере аламыз. Барлығы официально ғой енді. Счет фактура, накладной, фискальный чек, акт, договор деген сияқты документтердің барлығын жасап бере аламыз. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып отырыңыздар. Егер де осы құс шаруашылығына қызығып жүрген кісілер болса, видеоны таратып қойыңыздар. Көптеген құс шаруашылығына қатысты тауарлардың барлығы бар. Маған хабарлассын. Қандай да бір заттар керек болса, қазақстан бар қаласын салып береміз. Аман болыңыздар.